Біздің 1414 бірыңғай байланыс орталығына жалпыға бірдей декларациялау бойынша көп сұрақтар келіп түседі. Оның ішінде 250.00 нысанды декларацияда қандай мәлімет көрсетілуі қажет деген. Жалпыға бірдей декларациялау жүйесі барлық азаматтардың активтері мен міндеттемелері туралы декларация беруінен тұрады. Онда жеке тұлғаның барлық шетелдік активтері, жылжымайтын және жылжымалы мүлкі көрсетілуі тиіс. Атап айтқанда, шетелдегі жылжымайтын мүлік және көлік, шетелдік банктегі 1000 айлық есептік көрсеткіштен жоғары ақша қаражаты, яғни 3,5 миллион теңгеден асатын сома, шетелдік компаниядағы қатысу үлесі, бағалы қағаздар, цифрлық активтер, үлестік қатысу шарты, инвестициялық алтын, зияткерлік меншік және авторлық құқық объектілері, қолма-қол ақша 10.000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі шекте, басқа тұлғалармен нотариалды куәландырылған қарыз шарттары, құны 3,5 миллион теңгеден асатын басқа да мүлік, яғни мәдени құндылықтар, зергерлік бұйымдар, асыл тұқымды жануарлар және тағы басқалар қалауы бойынша көрсетіледі. Бұлардың барлығының 31 желтоқсан 2023 жылғы жағдай бойынша бағалануы болуы керек. Декларацияны 2024 жылдың 15 қыркүйегіне дейін кешіктірмей тапсыру қажет.